Мынау Германиядан алдырған өте тек Россиядан шыққан аты Сапрафин Мұқағалидың 200 жылдығына дайындап, міне кәсіпқой жылқы. Мынау және таза ешқандай араб, ешқандай Америка, ешқандай қатысы жоқ. Құлагердің қаны бар. Өзіңіз қарайсыз, қалай енді көріп отырсыңыз, мынау енді форма қалай жануардың. Жақсы ғой, жақсы. Жақсы ғой дейсіз. Сыншы дедік қой, сыншың бір сынап берсе қасқын сияқты. Жап-жасыл зайбис екен, менікімді түсіретін жоқ шешін. Айтып бесесін. Баш өзің мүлде кетек бі? Өй, дәрін! Бұл енді атыңыздың көп тұрмау себебі неде? Бабында, сонда ат жараған сайын өсіп не қыла ма? Мінген сайын жаратқан сайын бұныңа Сапрафин дейді. Иә? Байбөрінің тұқымы. Байбөрінің баласы ма? Байбөрінің баласы кезінде Байбөрі Америкаға барып бірінші орнына бір жеп алған. 1980 жылдары. Бұдан қалған ұрпақтың бірі осы енді бұл. Және бұл атыңызда тұрмайтын себебі әділет жарағанда бұл жүрік жол осылай тұрмай ма? Жоқ әлде қолдан өзіңіз тебініп әрекет қолданып тұрсыңыз ба? Жоқ, әрекетсіз бұл таза табиғи натуральный жарат. Жарат? Болғанда өзі бұл бабында тұрған кезінде бұл ішіндегі бір қуатын шығарамайды да бұл өзінің тықып және бұл енді жарату жағынан құпия болам бар ма? Бұл енді жарату жағынан көп айта алмаймын. Бірақ құпия дейсіңіз ғой? Сонда бар көп жаймау керегің ғой бұнда? Бұл жаймайсың, бұның өзі дәрілермен белгілі бір акцияның басынан арғы бір гүлдің дәрін әкеп береміз. Мынау қырғыз асудан? Қырғыз асудан. Сол кезде бұл өз құнарына кеп бұның өзін нормен беріп атады. Сонда бұл таза жараған өзінің несіне келген кезде адам отырамайды деген себебі рас па? Мынау өте жарап бабына келген кезде үстіне адам отырамайды деген әңгіме бар дейді. Шын ол рас. Тек атқан кезінде 4 метр секіреді. 4 метр секіреді. Қанша тұқымын ұстаңда? Сонда бұны тұқым алу үшін қалай? Сонда қолдан рұқсандырасыңыздар ма бұдан? Жоқ, өзін саласың. Кейін кезде бұны фирмаға апарып қолдан рұқсандырып жүріп. Қолдан? Арнайы. Өзін инкубаторына салып. Қарамайсың ба? Бұның өзі ұрығы бұл көбін табыла бермейді ғой. Сол бір неткен кезінде сол ана фирмада 200-300 бүйін бірақ ұрықтандырамыз да содан таза қандыларды аламыз. Ұрыққа және қан ғой. Жоқ атыңызда айып жоқ. Және бұл енді сізді үнтербе ғой, мынау ұрығына қан қосады деген алып қашпа сөздер болса ол рас па екен? Қан қосқанда бұл жаңа асылдандырудан? Асылдандырудан арнайы таза қандардың қан ұрығына қосу арқылы біз бұндай Сапрафиндер туғызамыз. Нерде жаңа бір әңгіме болып жатыр. Бұл буырлы жаңа айғыр саламыз деген себебі бұның ұрығында қан болады, асыл тұқымды жаңа деген сияқты әңгімелер алып қашпа сөз ба, жоқ әлде рас па? Бұл енді қан болатын рас енді бұл. Бұл енді бізде бұған біз қан береміз. Қан? Жас қолының қанын беру арқылы бұны. Иә? Сүйегін ірілетеді. Жақсы рахмет.